Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Бүгінгі жасайтынымын бисквит жасаймын. Ең алдымен біз бисквит жасау үшін құрғақ болу керек, іші тап-таза ыдысты пайдаланамыз. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз осылай. Менде кішкене жұмыртқа болған соң көпте жұмыртқа алдым, 5-6. Осыдан бисквит жасаймыз. Енді ағын бірінші миксерлейміз, сосын сарысын. Енді ең алдымен біз ағын миксерлеп отырып, жай жылдамдықта шекерімізді сала отырып миксерлейміз. Ақ көбік болғанша миксерлей береміз. Жай жылдамдықта бастап, жоғары жылдамдыққа дейін көтеріп миксерлей бересіздер. Жайлап, осылай аппақ болғанша миксерлейміз. Аппақ болды, енді сарысын миксерлейміз. Енді сарысына шекер сала отырып, сарысын ағарғанша миксерлейміз. Енді аққа сарыны қосамыз. Жайлап, лопатканың көмегімен осылай қосып шығамыз. Осылай араластыра отырып, кішкене май құямыз. Достар, описанияға жазып кетемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте үлпілдек, жақсы бисквит шығады. Енді бір кеседей ұнға бір қасық разъединитель сода қосып, осылай жұмыртқамызға қосып араластырамыз. Осылай араластырып, жайлап араластырамыз. Бірден сала салмаймыз. Осылай жай араластырып дайындаймыз. Ең соңғы ұнымызды салып, тағы араластырамыз. Әбден араластырамыз. Арасында ұн қалып кетпеу керек. Осылай араластырып, ұны жоқ болса, ұнын кетіреміз. Ұн қалып кетпеу керек арасында. Сосын алдын ала фольгамен жабылған ыдысымызды алып, фольгамен жауып аламыз жан-жағын. Осылай құямыз. Мендегі 26 сантиметрлік кольца, осыған фольга орап, тестамды құйдым, қамырымды. Осы қамырымызды құйып аламыз. Сосын ыдысымызды ұрып жібереміз, сосын қызып тұрған пешке саламыз. 200 градуста 45 минутқа